Ерте заманда орманда ешкі мен және оның 7 лағы өмір сүріпті. Ешкі орманға кетер алдында қозыларына қасқырға есік ашпауларын сұрайды. Қозыларым, балаларым, есікті ешкімге ашпаңдар. Осылайша ешкі қозыларын тастап орманға тамақ іздеуге кетеді. Ешкі кете салысымен үйге қасқыр келеді. Қасқыр есікті соғып: Қозыларым, есікті ашыңдар, мамаларың келді. Жоқ. Жоқ, ашпаймыз. Сен қасқырсың. Қасқыр қозылардың өзіне алданбайтынын біліп, орманнан даусын жіңішке ету үшін мед тауып алып, яғни бал тауып алып жейді. Қозыларым, есікті ашыңдар, мамаларың келді. Жоқ. Жоқ, ашпаймыз. Сен қасқырсың. Жоқ. Ашпаймыз, сен біздің мамамыз емессің. Қозылар есікті ашпаған соң, қасқыр ашуланып орманға кетіп қалады. Бұларды қалай алдап соқсам екен? Көп ойлана келе қасқыр ешкі сияқты киініп алып қайтадан келеді. Қозыларым, есікті аша қойыңдар. Қозылар алданып қалып есікті ашып жібергенде қасқыр кіріп келеді. Қозылардың бәрі жан-жаққа қашады. Осылай қасқыр қозылардың бәрін ұстап алып, бір қапшыққа салып алып орманға қарай кетеді. Мама, қалған қозыларды қасқыр орманға алып кетті. Ешкі қозыларын қасқыр алып кеткенін естіп, дереу орманға барып, өз қозыларын құтқарып алады. Аю, маған бәліш берші. Маша, кішкене күте тұр. Әлі ыстық қой. Бір ғана бәліш білінбейді қойы. Мағаша, маған да берші. Hey, get back here! Қоян, бұның дұрыс болмады. Бұл бәлішті аю пісірген еді. Жүр, екеуміз аюдан сұрайық. Қасқыр, бізді жіберші. Біз саған бәліш береміз. Рахмет, Маша. Орманда жалғыз жүрмеңдер. Мен сендерді апарып тастайын. Oh, this is so much fun!
Аю, сен білесің бе, қасқыр бізді ренжітпеді, бізді үйге алып келді. Қасқыр, бізге тағы да қонаққа кел, күтеміз. Мен ертегі аяқталды. Арнаға тіркелуді ұмытпа. бір күні бір қыз бен бала ата-анасына келіп мысық сұрайды. Пап, бізге мысық алып берші. Жоқ балалар, сендер әлі кішкентайсыңдар. Ата-аналары рұқсат бермеген соң екеуі телефон қарап жатады. Бір мезетте даладан мысықты көріп қалады. Бірақ ол даладағы мысық қашып кетеді. Екеуі көңіл-күйлері жоқ үйлеріне қайтады. Не болды? Сендерді кім ренжітті? Біз даладан мысық ұстағымыз келіп еді. Ол қашып кетті. Аналары көңіл-күйлерінің жоқтығына қарап, оларды жұбатып, оларға мысық алып беретін болып шешеді. Содан анасы, қызы және баласы үшеуі көлікке отырып магазинге барады, яғни үй жануарларын сататын магазинге барады. Сол жерден өздеріне осындай әдемі мысық таңдап алады. Сенің атың Симба болады. Осылайша қыз бен бала ата-аналарына жүгіріп келіп рахметтерін айтады. Ата-анасы да риза және балалары да риза.